Келесі лайфхак бізде вентилятор жайлы болмақ. Көп жағдайда ескі машиналарда байқаймыз, кнопкамен жалғап қойған, немесе аккумулятордан прямой жалғап қойған. Енді осыны заңды қылып, өзі қосылып, өзі өшетін қылып жалғауға болады, электрикке бармай-ақ. Ол үшін бізге керегі осы 3 сат керек. Осындай автоаксессуарларда осындай труба сатылады, патрубкаға орнатылатын. Және датчик керек, жигулевский датчик дейді. Және бір реле осындай фишкасымен керек. Мынау патрубка 2000-2500 теңге тұрады. 2000-2500 теңге датчик тұрады. Бұл датчик осыған бұралады. Және реле фишкасымен 1000 теңге тұрады. Содан патрубканы кесіп, осы трубканы орнатамыз екі хамутпен. Осылай. Кез келген патрубкаға сала беріңіз. Мынау патрубка болса да, және мынау патрубка болса да. Датчиктің екі контактысы болады. Бұған осындай мамка тығу керек. Проводпен. Екі проводтың мына біреуін минусқа береміз, кез келген болтқа мас салып тұру керек. Ал екінші проводын реленің 85-не жалғайсыздар. Осылай фишкамен 85-не жалғап қойасыздар. 30 мен 86-ны бірге біріктіріп, аккумулятордың плюсіне жалғаймыз. Бір контакты қалды 87-ші. Бұл 87-ні апарып вентиляторға жалғаймыз. Вентилятордың өзінде екі провод болады. 87-тен келген провод біреуіне жалғанса, екінші проводы массыға минусқа жалғанып тұрады. Бұнда бізде осындай схема шықты. Мұнда міне датчикті орнаттық. Датчиктің екінші жағына бір проводқа минус бердік. Екінші басын реленің 85-не бердік. Ал 86-сы мен 30-ны аккумулятордың плюсіне бердік. Ал 87-ші контактыны вентиляторға бердік. Вентилятордың екінші проводын минусқа бердік. Сонда датчик бізде температура антифриз қызған кезде датчиктің өзінің нормасы бар, 90 градуста қосады, 85 градуста ажыратады деген. 90 градуста қосқан кезде датчик мұнда релеге минус береді, реле қосылып, вентилятор айналады. Вентилятор антифризді суытқан соң датчик суыды 85-те өшетін болады.